Темір Арни миын жаттықтырып жатқан көрінеді. Отандық шоу-бизнес өкілдері шығыс еліне саяхат жасады. Қала көшелерін қоқсудың шеберлерін енді өнер жұлдыздары нысанаға алмақ. Дастан Оразбековтың кастингке келген қыздардан көңілі қалды. Әнші Бақыт Тұрман өзін сәнбике ретінде сынап көрді. Сәлем достар, эфирде ревью бағдарламасы. Арнольд Шварценеггер жұртшылықты таңғалдырудан жалыққан емес. Қытай кинофестиваліне құрметті қонақ ретінде шақырылған актерге сөз берілген кезде «Миымды жаттықтырып жатырмын» деп қысқа қайырыпты. Темір Арнидің мұнымен не айтқысы келгенін түсінбеген қытайлықтар абдырап тұрып қалған көрінеді. Халықаралық фестивальдің қонақтары қызыл кілемнен жүріп өткен бойда ұйымдастырушылар Арниға микрофон ұсынған екен. Көпшіліктің алдында сырын ақтарып ағынан жарылған актердің айтпағы мынау еді. Негізі ақыл есім дұрыс, себебі мен күнде дойбы ойнаймын. Әдеттегідей күніне 2 рет жаттығамын. Жас ерекшелігіне қарамай, денені шынықтырып, жүгіріп, секіріп тұру керек. Оғаш ойларын ортаға салып болған соң Калифорния экс-губернаторы қолтаңба таратуға асықты. Халықаралық Пекин кинофестивалі биыл 5-ші рет өткізіліп отырған көрінеді. Байқау бағдарламасына 15 туынды іріктеліп алынды. Сондай-ақ Пекинде Бёрдман мен Отель Гранд Будапешт картиналарының алғашқы көрсетілімі орын алмақ. Қазылар алқасын атақты француз режиссері Люк Бессон басқарады. Шығыстың еліктіретін әуенімен би қимылдары, тіл үйретін тәттілер және аса мәртебелі меймандар. Сәнгер Татьяна Цой өзінің туған күнің таңғажайып шығыс стилінде атап өтті. Экзотикалық толы кешке әріптесім Серікқазы Аязбаев та барып қайтқан болатын. Шығыстың биімен әуені шырқалған бұл кештің басты кейіпкері дизайнер Татьяна Цой. Сәнгер жақындар мен шоу-бизнес өкілдерінің басын қосып, өзінің кезекті туған күнін атап өтті. Шейх пен шығыс ханшайымдарының бейнесінен енген жұлдыздарымыз кештің көркін қыздыруда. Ал әнші Нұрлан Абдуллин болса, сол баяғы классикалық үлгіде бой көрсетті. Десекте сөз тапқанға қолқа жоқ деп, осындайда айтылса керек. Менің өзім жүріс-тұрысым, болмысым шығыс жігітімін ғой. Сақалым Абдулла деген клип түсірсем, кірікпегеннен ақ біліп тұр ғой менің осындай екен. Нұрлан Татьянаға өзінің жақында ғана жарық көрген қос альбомын сыйға тартса, Алдабайлық Шоқан шығыс стилінде киінгені былай тұрсын, туған күн иесіне тарту әкелмек түгілі, өзінің сыйлық екенін жеткізді. Мен ең басты сыйлықты сыйласымдылық деп оқамын. Ал шынымды айтсам, материалдық тұрғыда ешқандай сыйлық сыйлаған жоқ. Бұл кеште бой көрсеткен қонақтардың ішінде көбінесе әйелдер қауымы, бұл бас қосуға ерекше дайындалған. Мәселен, әнші Лидо бүгінгі киімін арнайы тіктірген екен. Менің қазіргі таңда аяғым ауыр, сондықтан кез келген көйлекті кие салатындай мүмкіндігім де жоқ. Бірақ белгілі бір тақырыпқа арналған туған күн болғандықтан бүгінгі киімімді тапсырыспен тіктіруге тура келді. Ал актриса Айнұр Ильязова болса, керісінше арнайы тапсырыспен киім тігіп бас қатырмаған. Өйткені шығыс стилі Айнұр үшін таңсық емес. Әкемнің парсылығы екенін білесіздер. Бұл әкемнің маған тартқан сыйы. Өйткені мен одан сұраған кезде, өзінің ұлттық бір киім маған сыйлаңыз деген кезде осы киімді алып маған сыйлаған еді. Жайылған ақ дастархан, ақ тілекпен сыйлықтар, жайқалған раушан гүлдер. Мұның бәрі туған күн иесі Сәнгер Татьяна Цойға тарту етілді. Десек те дизайнердің көңіл күйі көтерілер емес. Оған өзіндік себеп те бар көрінеді. Мен қазіргі таңда бақыттымын десем өтірік айтқандығым болар. Егер де менің өмірлік жарым болса, маған одан басқа еш нәрсенің керегі жоқ. Менде барлығы бар. Бірақ жанымда демеушің болар, ер азаматтың орны әрқашанда бөлек қой. Татьянаның меншікті мерекесі осылайша өз мәресіне жетті. Ал туған күн иесінің асқақ арманы орындалсын деген тілегіміз бар. Серікқазы Аязбаев, Ғани Қалуов, ревью жаңалықтары. Әрдайым байсалды, салмақты жүретін Джейсон Стэтхэмнің біз білмейтін өнері де бар болып шықты. Ол керемет биші де екен. Кино арқылы батыл әрі жігіттің сұлтаны образында санамызда жатталып қалған актердің бұл биін жүз естігенше бір көру әлде қайда ұтымды. Джейсон Стэтхэмнің қатысуымен 90-шы жылдары түсірілген бұл бейнеролик 1,5 миллион ғаламтор қолданушысының назарын өзіне аударып үлгерді. Атыс шабыс фильмдерінде супер қаһарманды сомдайтын актер бұл видеода шұбаралаш киіммен бидің түбін түсіріп жатыр. Стэтхэм мырзаның биге деген шабытын оятқан Ұлыбританиялық The Shaman тобының көңілді композициясы болып шықты. Джастин мен Джессика Биллдің 11 сәуір күні ұлды болғаны белгілі. Тимберлейкті бұл жаңалық қуантқаны соншалық, ол жұбайына құны $90 мың $ақш тұратын әшекей бұйым тарту еткен.
Сайлас есімді шекесі торсықтай ұлды өмірге келген Джессика болса, сүйіктісінің бұл жомарттығын көрген кезде көзіне жас алған көрінеді. Бейонсе мен Джей-Зи де шаңырақтарының шайқалмағандығын жұртшылыққа дәлелдеп әлек. Таяуда жұлдызды жұптың романтикалық уикендтегі суреттерін отанасы әлеуметтік желідегі парақшасы арқылы көпшілікке көрсетті. Отбасылық өмірлерінің 7 жылдық мерейтойын олар дәл осылай Гавайи аралдарында атап өткен. Адема Сейфулла, ревю жаңалықтары. Павлодарлықтар ұсынған қоқыс құмар жандарды бейне жазбаға түсіріп алып, ғаламтор арқылы елге масқаралау идеясы жүзеге асырыла бастады. Бірақ әзірге тек кереку жерінде ғана. Сондықтан да отандық шоу-бизнес өкілдері қала тұрғындарын тазалыққа шақыруға білек сыбана кірісіп кетті. Павлодар облысының әкімі Қанат Бозымбаевтың тазалықты сақтау жолында қоқыс тастаушыларды масқаралау арқылы жазалау идеясы бірден қолға алынды. Бүгінде керекөліктер қоғамдық тәртіпке бағынғысы келмейтін жерлестерін көліктерінің бейне тіркеуіштеріне жаппай түсіріп жатыр. Қоқыс тастауға құмар жүргізушілерді ғана емес, олардың мемлекеттік нөмірлерінде таспаға басып алуды ұмыт қалдырмапты. Дәл осы дәлелдерді дәйек еткен полиция қызметкерлері көлік жүргізушілерін тоқтатып 3 айлық есептік көрсеткіш көлемінде, яғни 5556 теңге айыппұл жазып берген. Орда тобының әншісі Ерболат Беделхан да қомақты көлемде айыппұл төлету арқылы құқық бұзушыларды, тіпті қоғамды тәрбиелеуге болатынын айтады. Жалаң ұран мен жалпақ тіл бұл мәселені шешуде дәрменсіз дейді ол. Айыппұл мәселесі болуы дұрыс. Бұл тіпті психология жағынан болса, қалтаңда да сол көтермей қалуы мүмкін деп ойланасың. Адам тұрда сен жоқ, мен лақтырмай қойыңшы, мен ана жерге барып, қоқысқа барып тастайын деп. Әлде сен лақтырған кезінде ол жерде штраф біреу көріп қойса қазір. Ринганың серісі Данияр Өтегеннің пайымдауынша ардың алдында ақша түкке тұрғысыз. Сондықтан қоқыс тастау шеберлерін ғаламтор арқылы көпшілікке жиі жариялау олардың санын азайтуға көмектесетінін көрінеді. Ешбір адам өзінің өзін ұятқа қалдыратын видеосын интернетте көргісі келмейді, сондықтан менің ойымша ол өз әсерін береді. Ал әнші Аша Матай кейде амалсыздан қоқыс тастауға тура келетінін жеткізді. Бұған қоқыс жәшіктерінің аздығы себеп дейді ол. Сағызды шайнап жатамыз, сағызды тастайтын уақыттар болады. Мысалға, қазір интервью берердің алдында сағызды қайда тастайын деген сияқты. Бірақ сылқым енді бұл жаман әдетті қайталамауға уәде етті. Менің ойымша, әрине біздер таза қалаға үміттенуіміз керек. Сондықтан да менің ойымша, сондай қоқыстарды шашып жатқан адамдарды міндетті түрде видеоға түсіріп, ютубқа салу керек сияқты. Қоқыс тастаушылармен күреске енді шоу-бизнес өкілдері де білек сыбана кіріспек. Сондықтан абай болыңыз, ютубты былай қойғанда, қоқыс тастаймын деп өнерелерінің әлеуметтік желілеріндегі парақшаларынан бірақ шығып жүрмеңіз. Адема Сейфулла, Дәулет Атабаев, ревю жаңалықтары. Дастан Оразбековтың кастингке келген қыздардан көңілі қалды. Әнші Бақыт Тұрман өзін сәнбике ретінде сынап көрді. Жұлдызды шайқас жанкүйерлері кезекті эпизодтың сәтті шығатынына күмән туғызып отыр. Маймыл адамнан айласын асырып кетті. Бүкіл әлеуметтік желі арқылы жарнама жасап, бойжеткендерден топ құруды көздеген Дастан Оразбеков бүгін ресми түрде Girls Band'ке арнайы кастинг өткізді. Өнерге құштар қыздардың басын бір жерге тоғыстырған әншіні іріктеуге келген ешқандай үміткер өнермен таңғалдыра алмаған. Дастанның ендігі жоспары не болмақ? Дәл қазір бірге білетін боламыз. Дастан Оразбековтың қыздардан құрылатын тобында өнер көрсеткісі келетін бойжеткендердің санында шек болмағанымен, сапасыз шамалы болғанға ұқсайды. Өйткені өнер ұйымдастырған іріктеуге келген үміткерлердің ешқайсысы көзге түсіп өзінің талантымен таңғалдырмаған. Шыны керек енді көңіл күй бір қуантатындай жай болып тұрған жоқ, өкінішке орай. Дастан ұйымдастырып отырған бұл іріктеудегі сарапшылардың қатарында музыкалық продюсер Фарида Ниязова да бар. Өнер иесі кастингке келген қыздардың әннен алған әсерімен бөлісті. Сарапшы болып отырмыз, негізі қазір
кейбір кезде әнді бастаған кезде күлкін кеп кетеді да, оған енді біздің құқығымыз жоқ. Күлетін, мазақтайтын де, оны тем более это с профессиональной точки зрения мы должны относиться ко всем одинаково. Бұл жобаны жасақтауға Дастан сақадай сай болып жан-жақты дайындалып келген. Тіпті арулардың биге икемі бар екенін байқау үшін хореографты Украинадан шақыртқан екен. Алайда бақ сынауға келген қыздар Анастасияның аузын аштырып, таңғалдыра алмағанға ұқсайды. Пока мы не заметили. Әзірге мен билейтін қыздарды байқап тұрғаным жоқ. Хореографиядан мүлдем хабары жоқ екендері көрініп тұр. Не было подач в хореографии вообще. Сонымен қатар бұл жобаға келген үміткерлердің білімі де сыналды. Ал болашақта әнші боламын деген бойжеткендерге бұл тұрғыдағы талаптарды сарапшылардың қатарында отырған сценарист Перизат Мырзахметтен сұраған едік. Дауыс қойып бере алар, жаңағы биін қойып бере алар, бірақ миды ешкім құйып бере алмайтын болғандықтан бізге ертең өзі үшін жауап бере алатын, музыкалық продюсерін жерге қаратпайтын, қазақты жерге қаратпайтын, қазақ музыкасын өркендеуіне үлес қоса алатын музыканттар, әншілер керек. Балапан қазағы қай композитордан? Жарайды, өзіңіз айтқан бір бала қай композитордан? Бұл жоба жарыққа шығады деген күннен бастап кешуге бақталас болады деген қауесеттер де ел арасында желді есіп жүр. Десек те Дастан жобаның құрамын жасақтап үлкен үміт күтіп отырғанын жеткізді. Әрбір продюсер менің жасаған жұмысым біреуден кем болады деп айтқысы келмейді. Сондықтан да кешуден мен еш кем болмайды дегенде күмәнім жоқ. Серікқазы Аязбаев, Юлдаш Құдайбергенов, ревью жаңалықтары. Отандық сән индустриясының көшіне жаңадан қадам басқан дизайнерлер Қазақстан сән апталығының екінші күнінің көркін қыздырды. Мұнымен қоса Грузия, Ресей, Украина және Өзбекстандық сәнгерлері де топтамаларын таныстырды. Алып шаһардың сән қойларын таңғалдырып, таңдай қақтырған коллекциялар жайын тілшіміз Әдемі Сейфолла баяндайтын болады. Қазақстан сән апталығының екінші күні өз топтамаларын енді ғана ел назарына ұсынып жүрген жас сәнгерлер таныстырды. Көрсетілім алаңына алғашқылардың бірі болып көтерілген грузиялық сәнгер Саломе Аматишвилидің модельдері болды. Дизайнер Кавказ тауларын арқау етіп, бірден көзге грузиялық рухты айқындайтын киімдер жиынтығын ұсынды. Келесі таныстырылған Аволи маркасы қара, жасыл, сары, күлгін түстер комбинациясынан құралған көйлектер легімен ерекшеленді. Жұлдызай Рысбекова коллекциясын ретро-стильге бағыттаған екен, ал Дәмелі Жұмабек ұлттық колоритке басымдық берген. Ол топтамасын әрбір киіміне көлемді қалталар жапсырып түрлендірді. Сәнгердің модельдері арасынан әнші Бақыт Тұрманды да көзіміз шалып қалды. Айдана Қожагелдинованың топтамасы тек ер азаматтарға арналған. Сәнгер қағидасынан жаңылмай, әдеттегі суық түстерге басымдық жасап, кең көлемді киімдерін паш етті. Аруғаланың талғампаз нәзік жандыларын Өзбекстандық Лали брендінің ерекше топтамасы бей-жай қалдырмады. Ол өз коллекциясына қолөнер бұйымдары мен аксессуарларды молынан қосуы ұтымды шыққан. Ерлан Жолдасбектің ұсынған дүниелерін бірден тануға болады. Өзіндік қолтаңбасын қалыптастырып үлгерген дизайнер шығыс сарынында кеңетек көйлектер ұсынды. Ресейден арнайы мейман ретінде шақырылған Vointy Voice бренді түрлі түсті ішіктер мен тондарды сән сахнасына шығарды. Коллекциямыз өзін құрметтейтін, қоғамның ерекше өкілі екенін дәлелдегісі келетін, өзін ең жақсы нәрселерге лайықтымын деп ойлайтын нәзік жандыларға арналған. Қазақстан сән апталығының подиумына көтерілу кез келген сән бикенің арманы. Бұл әлемдік танымал дизайнерлердің көзіне түсуге қолайлы жер десек те жаңылмаспыз. Сондықтан модельдердің образына сай әсем, кербез әрі сырбаз көріну үшін ондаған визажистер мен шаш үлгішін жасау шеберлер күні бойы қарбаласып іс атқарды. Жұмыс өте қызық. Бізге подиумда мына қыздарды дайындау. Біріншіден біздің әдемі қыздарымыз, стилистеріміз. Бұл күн жас дизайнерлерге арналған қошеметпен аяқталды. Мұны жас толқын сәнгерлердің тың идеялары лайықты бағасын алды деп түсіндік. Әдемі Сейфолла, Артем Абленко, Ерлан Абдуалиев, ревью жаңалықтары. Жұлдызды шайқас жанкүйерлері Калифорнияда құрылтай өткізді. Кезекті бөлімнің үзіндісін тамашалап үлгерген көпшілік картинаның сәтті шығатынына күмән білдіріп, киносаганың авторларын жауапқа шақырды. Дәл осындай құрылтай 2 жыл бұрын Германияда өткен болатын. Жұлдыздар шайқасының тұсаукесері жылдың соңына жоспарланғанымен 7-ші эпизодты тағатсанып күткен жанкүйерлер тағы бір жиын жасауды жөн деп санап, күні бойы кезекте тұрып франшиза кейіпкерлерімен кездесуді мақсат еткен көрермендердің саны 20 мыңнан асып жығылды. Мен 13 сағат бойы күттім, ақыры арманыма жеттім ау. Сезімге беріліп көзіме жас алатынын да білдім. Інім де шыдамай жылап жіберді. Дегенмен осы жерде тұрғаныма ризамын. Бұл картинаның жанкүйерлері жер ғаламшарының да табынушылары.
Жанкүйерлер басқосуы шынымен де әсерлі болды. Корнердің бірінде картина актерлары көрермендерге қолтаңба таратып жатқан кезде, екіншісінде экрандық кейіпкерлердің бейнелерін денелеріне бастырып, татуировка салдыртып жатты. Бұл жиында BB8 атты жаңа дроидтың да тұсауы кесілді. Сүйкімді құлтемір көпшіліктің көңілінен шыққан көрінеді. BB8-дің қалай жұмыс істейтінін айта алмаймын. Бұл сиқыр техниканың кереметі деуге тұрарлық. Көпшілік бұл дроидтың киноға түспейтінін айтып жатыр. Дегенмен Құлтемірдің эпизодта бой көрсететініне баршаңызды сендіргім келеді. Жұлдыздар шайқасының кезекті бөлімі үлкен экранға желтоқсан айында жол тартпақ. Картинада Харрисон Фордпен бірге кино әлеміне әлі танылып үлгермеген жас актерлар да бой көрсетеді. Естімеген елде көп. Бүгінде адамнан көрі кәдімгі маймылдар ақылдырақ па деген түсінік пайда болуда. Бұл сөзімізге келтірер дәлеліміз де бар. Шетелдік зообақтардың бірінде өмір сүріп жатқан шимпанзе жан тыныштығын қалап адам таңғаларлық қадамға барған. Қызықтың бәрі келесі видеороликтер топтамасында. Әлемде орын алған қызықтар таусылар емес. Біз бейнероликтер топтамасын Нидерландияның жануарлар бағында орын алған оқиғадан бастаймыз. Бұл маймылдың дәл осы күні көңіл күйі болмағанға ұқсайды. Өйткені ол төбесінде ұшып жүрген ұшақ роботты таяқпен қуып жүріп жерге құлатқан. Ал бұл дронның ішінде жануарлар туралы фильм түсіру үшін арнайы камера қойылған екен. Мазасы қашқан шимпанзе тыныштығын бұзған ұшақты бастапқыда түсінбей, тіпті дронның дәмін көруге әрекеттенген. Алайда ұшақтың азық емес екенін ұққан маймыл техниканы жайына қалдырған көрінеді. Жануарлар дәл осындай қылығымен адамзатты таң қалдырып жатқанда, патшаның тыныштығын сақтаған қарауылдың құлағаны ғаламтор тұтынушыларына көңіл күй сыйлады. Сарбаздар өздерінің бұл қылығын ешкім байқамаған деп ойласа керек. Алайда сап түзеп бір-бірін алмастырмақ болған қарауылдардың әрекеті қырағы туристердің бейне объективіне ілігіп, ғаламторға тарап кеткен көрінеді. Өнерге әркімнің ақ бар таласы. Күнделікті тек теледидардан ғана көретін клиптерде енді қарапайым адамда түсіре алатын болыпты. Мына ауылдың қара домалақ баласы селфи таяқшамен өзінің туған жердегі өмірін мына бір бейнебаян арқылы көрсеткен екен. Бұл бозбала 9 сыныпта аяқтап қалаға оқуға аттанбақ. Сондықтан туған жерге деген құрметін осы видеороликпен жеткізген. Ал кішігірім клипте Сон Паскальдың махаббаты мәнін қолданып, құдды бір өзі айтып тұрғандай кейіпке енген. Ауылдағы бейнебаянда қаладағы мына бір видеоролик жалғастырды. Көліктің ішінен емес, сыртынан көрінгісі келген бой жеткен машинаның жүк салғышының үстіне отырып. Одан қалса әуеннің ырғағына еш қымсын бастан билеген екен. Нәтижесінде 21 жасар көлік жүргізушісі жол ережесін бұзған үшін айыппұл төлеген. Сондықтан мұндай іс-әрекетті қайталамағандарыңыз жөн болар. Серік Қазаязбаев, ревью жаңалықтары. Бүгінгі жаңалықтар легі осындай. Біздің арна әрдайым қосылуы болсын.